Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен үйде желінбей тұрған нандардан пицца жасаймыз. Ол үшін бізге өзіңіздің қалауыңыз бойынша помидор, сыр, колбаса керек. Және осының бәрін өзіңіздің қалауыңыз бойынша турап аласыз. Дөңгелекше немесе ортасынан бөліп, осылайша видеодағыдай турап аламыз. Сырымызды теркадан өткіземіз. Барлық салмамызды дайындап алып, осылайша барлық салмаларымызды дайындап аламыз. Содан соң нанымызды жұқа етіп осылай кесіп аламыз. Содан соң 2 жұмыртқамызды және сүт, тұз, қаламұшы дәмдеуіштеріңіз қоссаңыз болады. Содан соң мұқият араластырып, тұрған отта нанымызды жұмыртқаға батырып табанымызға саламыз. Содан соң нанымыздың барлығын салып болған соң салмаларды бірінші сиыр саламыз. Содан соң помидор, колбаса және қайтадан сыр, зелень салып, бетін жауып, дайын болғанша пісіріп аламыз. Осылайша бізде пицца дайын болады.